Аға бізге қонақ болып келген 8 маусымның қатысушылары Галина мен Жұбы. Галина мен Бексұлтанды ортаға шақырам. Келіңіз. Қорғазынан сұлу менің жанжарым, орындалған таңғажайып арманым. Сен үшін мен алда жүрмін әрдайым, қалқатайым айдайым. Қош келдіңіздер. Құлпырып тұрсыздар. Өте әдемі жұпсыздар. Рахмет сізде. Өте жарасасыздар. Рахмет, барлығы шүкір, бізде жақсы. Сіздерде не жаңалық? Бізде жаңалық көп енді. Қуанышты бөліссең көбейеді дейді, бір қуанышымызбен бөлісіп отырайық. Сол бізде жалпы Инстаграм әлеуметтік желісінде де көріп отыр оқырмандарымыз белсенді түрде сезім бағына да келмей кеттіңдер деп біраз айтты. Сонымен Іздеп қалғандар бар. Іздеп қалғандар бар. Біз айттық енді қайта бара бергенімізде болмас, енді барсақ бір жаңалықтармен, жақсы жаңалықтармен барамыз деп. Сол біздегі жақсы жаңалық, біз енді онлайн форматта аналарымызбен енді танитынбыз ғой, енді анасын танитынбыз. Бұл жолы енді офлайн форматта кездесу болды, анасымен танысып, білісіп. Кімнің ата-анасымен? Галинаның ата-анасымен? Бір-біріміздің ата-анамызбен таныстық. Қашан болды? Ол осы бір ай шамасын уақытында болып қалды. Келесі қадам енді қандай болмақ? Келесі қадам енді негізі ер адамға байланысты, шынымен. Қызға деп етіп жүктеп қойдың қажеті жоқ. Ер адамға байланысты. Дұрыс айтады. Егер ер адам сол өзіңнің гүліңді дұрыстап, бағбандар болады, суғарып, қарап, жаңа дұрыстасаң, құлпырып отырады. Әрине, енді келесі қадам жаймендеп, қыстан кейін енді аналарымызды таныстырып, бір тәтті шайын жасап, күнін белгілеп деген сияқты. Сондай аман есен қыстан шыққаннан кейін сол нәрсені қолға алсам ба деген өзімнің ойым бар. Оны үлкендеріміз де естіді негізі енді ата-анамызға. Енді бірінші отбасым болғаннан кейін сол кісілермен бөлсем, осындай деген сияқты. Анам енді айтып отыр ғой, әкеме де таныстым, білістім, күшті. Қазір өздері жеңіл сөйлеседі деген сияқты. Мен айтам всегда біздің үйге менің қызымды, менің әулетіме болса да, менің келін ретінде емес, қыздарыңыз ретінде қараңыздар деген сияқты ғой. Келесі қадам сол, қыстан аман есен шықсақ, тағы бір жақсы жаңалықпен келеміз. Алла қаласа дейік, Алла бұйырса жақсы жаңалықтармен бөлісіп жатыр. Жалпы сіздер күнделікті кездесесіздер ме өмірде? Біз енді күнделікті болғанда бір ай болса, сол бір айдың 30 күні біргеміз. Тойы бар болсын, жұмысы бар болсын. Мен енді алдыңғы бір келген кезде айттым ғой, өнер жағынан негізі көбісі айтады ғой бізге, дуэт жазсаңдаршы, ән айтсаңдаршы деген сияқты. Дуэт емес, бір Галинаны өзім бір ерекше орындаушы ретінде, өзімді ерекше орындаушы ретінде, арасында ғана дуэт айтамыз деген сияқты. Соло дейсің ғой. Соған жұмыс жасап жатырық негізі. Жақсы. Өзім болам, продюсері деген сияқты қылып, ән таңдап, қазіргі таңда. Көп жағдайда? Соған сәл кірісіп жатырық негізі. Ән таңдап жатырық. Жасайтын адамдардың ер да азаматтың, еңбегі. болашақ ер азаматын сені қолдап жатыр. Сенің продюсеріңді боламыз дейді. Күшті ғой десең. Күшті ғой негізі. Негізі, мен бұрын эфирде жүрген кезде енді өзім актерскийді оқыдым, мен өзім мамам әнші болғасын. Жалпы негізі өзім өнерді прям енді майталманы жаңағыдай шемішкіде жаққан адам болмасам да, бірақ мен жүрегім қалайды да, өнерді қалайды. Мысалы мен өнерімді көрсетпесем, іштей бір басылып, тұншығып жатқандай сезінемін. Шын айтам, жалпы сен жаппау керек қой қыз баласын. Қыз баласын жаппау керек. Атақ негізі қыздардың бәрі та-та-та-та-та дегендер бәрінде бар қыз баласын. Ана бүйтіп, момақай қыздың өзін сәл бүйтіп түртіп қалсан, ішінен ой, біраз әңгіме шығайын деп тұр. Просто оны анандайда ол ұрысып тұрса, екеуін бірге біз мынандай қағида ұстанып алдық, соны ұстанып жүрміз. Егер арамызда ұрыс болса, соны екі жаққа кетқап, ұйықтап, ертесінде дым болмағандай, соны сол жерде Шыңғыс пен Диана мұқият тыңдап отыр ғой мына жерде. Жоқ, эфирде жаңа қарап отырық та, сендердің араларында бізде де тура сондай дүние болған, білесіңдер ғой. Осы жерде отқан кезде түсініспей, сыртта басқалай болады, байқайсыңдар ма? Сыртта вообще басқалай болады. Аура бар. Өйткені халықтың мына жерде әр камера тұр ғой, сол камераның ар жағында отқан кезде халық сендерді қарап отырады да, сендердің жақсы жақтарыңды біреу жаман қылып көреді, жаман жақтарыңды біреу жақсы қылып көреді да. Ол өте қиын халық алдындағы жұп болу дегенше. Ол екінің бірінің қолынан келе бермейді ол. Просто қазіргі таңда ұрсасыңдар ма? Біз ұрыспаймыз емес, ұрсамыз. Та-та-та айтып атады, мен де бір ашуланам. И какой-то момент бір жарты сағаттан кейін мен барып кешірім сұраймын, болмаса бұл барып кешірім сұрайды. Айттым ғой, екі жақты болу керек. Сол нәрсені қолға алдық, ол қағиданы ұстанып жүрміз.
шүкір сол қағида негізі көмектеседі екен. Просто мен оны қазір жібере салсам ұрсып ұйқыға әлде мен кетіп қалсам ертең көңілінде жүрегінде сол айқай шу қалып кетеді да. И содан кейін көрген кезде ол ұнатпай тұрады. Көбінесе керек қой қыз баласын